маған облыстық қоғамдық кеңестің мүшесіне осы біздің жергілікті кәсіпкерлер жолығып оқушыларды тамақтандыру саласындағы заң бұзушылықтар мен кемшіліктердің өте көп екенін айтып жеткізіп және арыз жазып берді. Мен қысқаша ғана талдау жасап, бүгін сізге осы мәселедегі қандай заң бұзушылықтар болып отыр және де кім оларды жасап отырған әдейі соны көрсетіп беремін. Тамақтандыру қызметін ұтып алған кәсіпкер мектептің асханасы мен құрал жабдықтарын коммуналдық меншік ретінде мемлекеттен жалға алып және мемлекет бюджетіне ай сайын ақша төлеп отырады. Алайда кейбір мектептердің директорлары асхананы жартылай жалдауға немесе тіпті жалға алмай пайдалануға беруге көз жұмып және соған осындай заңсыз жағдай жасап отыр екен. 27 ақпан 25 жылы Орал қаласының нөмір 33 мектебінің директоры Үміт Ерғалиева мен Гүлдену жеке кәсіпкерлігі бұл Анна Юкова арасында осы оқушыларға ыстық тамақ беру шарты жасауға құны 24 миллион 500 мың теңге. Алайда 33 мектеп мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасына асхананың жалпы көлемі 206 шаршы метр болғанына қарамастан оның тек қана 135 шаршы метрін жалға беру туралы өтінімді негізсіз жолдаған екен. Ал бұл жерде тек қана 2 айдан кейін ғана 70 шаршы метр көлемі ол шартқа енгізілмей қалып қойған және жалға алынбаған. Бұл дегеніміз бір тікелей бюджет кодексінің бұзушылық және де мемлекетке ай сайынғы ақшалардың түсуіне кедергі болып отыр. 3-ші мектептің басшылығы Үміт Ерғалиева ханым жеке кәсіпкерге Гүлдену жеке кәсіпкерлігіне негізсіз қолдау көрсетіп, яғни уәкілетті органға жолдаған өтінімде асхананың кейбір бөлмелерін мектептің өзі алып отқан және де олар ол жерде өздері пайдаланып қойма ретінде пайдаланғандарын көрсеткен. Бұл Гүлдену жеке кәсіпкерінің басшысы және де осы мәселеге мына кәсіпкерлер айтып бірнеше жиналыс жасап және де осы заң бұзушылықты жолын алдын алмаған. Бұл қалалық білім беру бөлімінің басшысы Алия Қайыржанова. Жалпы бұл заңсыз іс-әрекет Конституцияның 30-шы бабына, Азаматтық кодекстің 542-ші бабына және білім туралы заңның 5-ші бабына қарама-қайшы. Және де бұл шарт 57 күннен кейін ғана жасалған. Ал бұл болса білім және ғылым министрлігінің нөмірі 598-ші тармағын өрескел бұзу. Неге? Өйткені оған сай конкурс жеңімпазы 15 күннің ішінде заңға сай мектептің асханасы мен жабдықтарын жалға алуға міндетті деген норма бар. Бірақ 2 айға жуық бұл норма сол уақытта орындалмаған. Яғни 2 айдың ішінде жасалмаған шарттың іс-әрекет кесірінен бюджет сол уақытта бірнеше мың теңгені алмаған. Бұл енді бір жақты бұзушылық емес, ал басқа кәсіпкерлер, мысалға олар дамыту, отау алаң, Зотова сияқты жеке кәсіпкерлер 31-ші, 51-ші және 52-ші мектептерге осы оқушыларды тамақтандыруға шартты ұтып алып, және де коммуналдық меншік бойынша жабдықтар мен асхананың бір бөлігін жалға аламыз деп дәл сондай Гүлдену сияқты ұсыныс берген кезде оны мектептер басшылары осы мектептердің қаланың біріншіден қарсы болған, екіншіден мемлекеттік сатып алу басқармасы бұғанда тыйым салған. Әрине олардың іс-әрекеті дұрыс және заң бойынша. Тек қана олар шектеулі алмайсыңдар деп барлығын, яғни бүкіл көлемді заңға сәйкес жалға алуды жасайсыңдар дегеннен кейін ғана бұл мектептердің жалға алу шарттары толық түрде орындалған. Яғни бұл жерде екі түрлі ситуация орын алып отыр. Бір жеке кәсіпкерге басымдылық көрсетіп ақшасын үнемдетіп бюджетке ақшаның қаражаттың түспеуіне заңсыз жағдай жасалып отырған болса, басқа кәсіпкерлерге ондай жағдайға жасауға болмайды. Яғни заң бәріне бірдей деген екінші позиция бұл жерде жағдай ұсталып отыр. Дәл осы кәсіпкер, яғни Гүлдену жеке кәсіпкерлігі былтыр Теректі ауданы Подсъемный нөмір 2-ші мектебімен, яғни оның ішінде Теректі білім беру бөлімімен 40 миллион теңгеге тамақ беру шартын жасаған. Дегенмен де осы Гүлдену Анна Юкова кәсіпкері мүлікті жалдау шартын әлі күнге дейін жасамай және одан бас тартып отыр. Қазір сотта оны мәжбүрлеу туралы
мәжбүрлеп шартқа отырғызу және ақша өндіру туралы мемлекеттік сатып алу басқармасының ісі қаралуда. Бұл енді жақсы, 30-ші мектеп жартылай арендаға беруге рұқсат беріп отыр. Дегенмен де уәкілетті орган бар. Бұл мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы облыстық. Олар осы мәселені басында білмеген және біле тұрғанын білгеннен кейін де ғана әрілде нақты іс-шараларды қабылдамай отыр. Бұл дегеніміз енді олардың жарғысы мен заңдарына қарама-қайшы іс-әрекетсіздігі болып танылады және де бюджеттің қорғалуына олар барынша талпынып жұмыс жасап отырған жоқ. Және де тиісті бақылау мен мониторингті де жүргізбей отыр екен. Сондықтан да бюджеттің шығынға ұшырауына әкеліп соқтырған бұл негізгі іс-әрекетсіздікке осы уақытта факт ретінде орын алып отыр. Енді өздеріңізге баршаңызға белгілі, біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың заң және тәртіп қағидасы барлығына бірдей, шенеунік, кәсіпкер, қарапайым тұрғын, яғни барлық жерде бұл бірдей болуы тиіс. Бірақ дегенмен де осы фактіні, бұл кішкентай ғана осы екі фактіні салыстырып айтатын болсақ, кейбір кәсіпкерлерге қатысты заң жұмыс жасайды екен. Оларды толық орындатады және олар заңға бағынышты. Бірақ дегенмен де басқа да кейбір кәсіпкерлерге, оның ішінде мысалы гүлдену кәсіпкерлігіне заң мен лауазымды тұлғалар оның алдында не болып тұр? Әлсіз болып қалып тұр. Білім беру басқармасы бұл жерде қандай шара атқару керек деген бізде кәдімгі логикалық сұрақ туындайды. Олар 2 рет былтыр жиналыс жасаған, үшіншісіне жақында мен қатыстым, оның артынан бөлек айтамыз. 24 қазан, 18 қараша. Саягүл Галиева мен Ақжарқын Темірханова ханымдар Елдос Сафуллиннің орынбасарлары және олар өте дұрыс хаттамалық шешіммен 33-ші мектепке, қалалық білім беру бөліміне, подсчетныйдың нөмір 2-ші мектебіне, теректі білім беру бөлімдеріне тиісті тапсырма беріп, осы кәсіпкерлермен шартты дұрыс жасап, заңды бұзбай, тиісті жалға алу шарттарын ұйымдастыруға тапсырған. Дегенмен де Әлия Қайыржанова, яғни білім беру бөлімі Орал қаласының және Мирас Сапарғалиев бұл теректі бөлімінде бұл тапсырмаларды әлі күнге дейін орындамаған. Орын алып отқан кемшіліктерді енді ресми сөзбен айтатын болсақ, сонымен енді асхананың толық түрде жалға алмау себебіне қазір мемлекеттің мүддесі міне бұзылып отыр. 33-ші мектепте кем дегенде 800 мың теңге, ол ғана бір жартылай маусымның ішінде бюджетке қазір түспей қалды Орал қаласының, ал подсчетный мектеп бойынша бірнеше миллион теңге әлі күнге дейін бюджет қазынасына толтырылған да жоқ, түскен де жоқ. Енді бұл жерде мен кеше 29 қаңтарда арыз жолдаған лауазымды тұлғалардың аты жөні айтып өтейік. Осы мәселені кеше өтініш арқылы Орал қаласының прокуроры Мирхан Изимовке, Теректі ауданының прокуроры Бауыржан Молғалиевке, аудит басшысы Талғат Дүйсенбековке, мемлекеттік сатып алу басқармасы Әділжан Құбашевқа, тексеру комиссиясы Ревком Әлібек Қадырбековке және білім басқармасының басшысы Елдос Сафуллинге бұл хатты жолдадым. Және де бұл азаматтарға осы видео үндеу арқылы да осы фактіні дұрыстап тексеріп, мониторингті бақылау жасап, барлығымызды жиналыс өткізіп және комиссия құрып, осы заң бұзушылықтарды тыю және алдын алу туралы нақты заңмен реттелген іс-шараларды қабылдауды сұраймын.